Biz олармен виза режимге тұратындай тең дәрежеде емеспіз. Қытайдан инвестиция келіп жатыр дейді. Жоқ, визамен болса да, визамен кіргізсе де Қытайдан инвестиция кіретін еді ғой. Визасыз режим болмаса инвестиция кірмей қалады деген ол өтірік әңгіме. Ал инвестиция деген сөз, ол біттің деген сөз. Сен біреуге қарыздар болсаң, өзің ойлашы, логикалық тұрғыдан. Қандай да бір жеке адамға сен қарыздар болсаң, сен соған жапақтаумен, соның қабағына қараумен қаласың ғой. Оған қарсы қатты сөйлей алмайсың. Сол сияқты мемлекет арасында біз инвестиция салып, біз қарыздар болсақ, біздің билік ешқашан ол кезде Қытайға қарсы ешқандай бір әрекет жасайды деп күтпеңіздер. Осыған дейін жасап та келе жатқан жоқ, жасамайды да. Мына жүйеден ешқандай үміт жоқ, айналайын қазағым. Сен өзің ертеңіңді, болашағыңды ойласаң, өзіңнің ұрпағыңды ойласаң, бүгіннен бастап, тап қазірден бастап әрекетіңді жаса, өзіңнің қарсылығыңды білдір. Айналайын қазағым, қаншама белсенді шулап айтып жатыр. Өткенде бір азаматтар Түркістаннан жаңағы Қытайдың басына жұмыртқа лақтырып, кет Қытайға деген сондай ақпараттар әлеуметтік желіде жарған еді. Көріп отырсыздар. Оны Қытайдар көрмей отыр дейсіздер ма? Оның бәрі Қытайдарға көрді. Осының бәрі Қытайдарға сес болды. Міне аз уақытқа болса да Қытайлардың келу легі тоқталды. Ал мынау кеше бүгінгі жасалып отырған Қытай туын өтеген Қытайға қарсы шыққан азаматтардың әрекеттері оларды тоқтатады. Жақсы. Ол бүгін ертең тоқтады. Ертең күні осылардың үнін өшірсе, осы азаматтарымызды не қорғай алмасақ, не қолдай алмасақ, ертең еліңді, жеріңді кім қорғайды, айналайын? Елім деген елді ел болып, халық болып қозғамасаң, қолдамасаң, ертең сені елім дейтін ерлер, азаматтар, батырлар қайдан шығады? Айналайын қазағым, ояныңыздаршы. Қаншама активистер ұсталды, қаншама журналистер, анау Марат Жыланбай, Думан Кәрім, Айгерім Тілеужан, Асқар Сенбай, тағы да атын атап түсін түстей берсек, көп қаншама азаматтар жазықсыз түрмеге қамалып алды, 7 жылдан 8 жылдан арқалап отыр. Ешқандай себебі жоқ. Ешқандай себепсіз халқым, жерім, елім деген себепті. Дулат Ағаділді көрдіңіздер. Енді барлығы сол Дулат Ағаділдің аяғын құшу керек пе еді? Бәрі де сол өлімге бару керек пе еді? Сол кезде барып біз айналайын Дулат Ағаділім деген сияқты басқа азаматтарды солай жоқтауымыз керек па?